Ал қыздар, мінекей мен подъемды жасадым. Енді маған мына жерге цепочка жасау керек. Цепочканы жасағанда мына қалып қойған нені қалдық жіпті арасына тоқып жібереміз. Сосын егерде мына жібек жібі бізде осындай жіңішке болғандықтан бізге мына күрчектің 2,5 миллиметрлігі кішкене жуандау болып келеді. Сондықтан 1,2 мен тоқсаңыздар да жақсы шығады. Тек қана қатты тартып, не болмаса қатты бос қылып жібермесеңіздер болды. Қазір осы жерден бірінші петлядан іліп аламыз. Бір петля шығарып аламыз. Содан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Иран жіппен тоққан кезде, біз осындай петля алған кезде, осындай цепочка жасағанда, осылай біз 14 петля аламыз. 14 цепочка жасаймыз. Ал бізде мына жіп жіңішке болғандықтан аяқтың размеріне байланысты кейбір аяқтар жуандау болып келеді. Кейбіреуі арық аяқтар болса, мысалы, олар жіңішке болып келеді. Сондықтан міне бізге әлі кішкене тағы да тоқу керек. Қазір 2-ге бөлінетін санға тоқсаңыздар шатаспайсыздар. Міне 15, 16, міне 16 деп алайық. 16 деп алғанның өзінде мынау жақсы шықты. Мынау осылай созылады. 16 деп алдық. Енді мына жақтан жаңағы петлямызды алып, мына жерге өткізіп, бір түйіп аламыз. Осы жерден бір түйіп аламыз. Мінекей. Енді бізде осындай қалған жіпті біз осы жерге арасына біріктіріп жібереміз. Қазір біз мынаны осылай аламыз да. Мына жерден 2 петля тастаймыз. 1, 2. 2 петля тастап, үшіншісінен өткіземіз де мына жіптен петля шығарып аламыз. Содан кейін мына жіпті қатты тартпаймыз, қалыпты ұстаймыз. Бір іліп алғаннан кейін мына жіптің астынан біз жаңағыдай 16 петля тоқуымыз керек. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Қараңыздар, енді мына жерде бізде осылай болып қалды. Оған уайымдамаңыздар, егер де уайымдамаңыздар, себебі мына жіпті былай біз тартып, орнына біріктіріп келтіреміз. Мінекей, жаңа біз мына жақтан екі петля қалдырдық қой. Дәл солай мына жерден бір екі петля қалдырамыз, үшіншісінен өткізіп мына жіпті осылай түйіп тастаймыз. Жаңа мына жерде тоқығандағыдай, мына жерде накидпен де тоқуға болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Кішкене тамағым ауырып тұр. Енді біз узорға көшеміз. Келесі бізде 1-2 петляны тастаймыз, үшіншісінен өткіземіз. Дәл солай мына жердегі жіпті қатты тартпаймыз, арасына біріктіріп тоқып жібереміз. Іліп аламыз. Мына жерде бірінші петлядан кейін узорымызды шығарамыз. Бірінші узорды алдық. Енді 2 петлядан кейін тағы да бір узор жасаймыз. 1-2 петлядан кейін тағы бір узор. Дәл сол жерден 2 рет тоқып аламыз. Столбик с накидом 2. 1-2. 1-2. Екеудің ортасынан өткіземіз. Бір-екі міне, екеудің ортасынан өткізіп, узорды шығарамыз осылай. Екі петля тастап отырып арасына узорды шығарамыз. Бір узорды осылай шығарып алғаннан кейін ары қарай тоқу оңай. Осылай санағанда бізде әрбір 2 петлядан кейін бір узор шығарып отыруымыз керек.
сосын тағы да мына жерден 1-2 петля тастап, үшіншісінен өткізіп осылай түйіп тастаймыз. Мінекей осылай ары қарай тоқи береміз. Тағы да мына жерден 1-2 петля тастаймыз да, үшіншісінен өткіземіз. Енді мына жерде бізде бір узордың ортасынан екі узордың ортасынан өткізіп тоқып отыруымыз керек. Бізде мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 узор шықты. Енді келесі узорымыз бізде 8 болу керек. Қазір біз мына жерден 1 петля шығарып алғаннан кейін іліп аламыз да бірінші петляның бірінші узордың алдынан өткіземіз. Бірінші узорды шығарып атырмыз. Келесі екінші узорды екі узордың ортасынан аламыз. Екінші узорды екі узордың ортасынан аламыз. Келесі тағы да екі узордың ортасынан осылай узорымызды шығарамыз. Дәл осылай ары қарай соңына дейін сіздер тоқып шығасыздар. Мен мына соңына келген кезде қалай аяқталатынын көрсететін болам. Осы узормен тоқтамай аяғына дейін жүресіздер. Содан кейін қалай аяқталу жолын көрсететін болам. Негізі аяқталуы да сол алдыңғы басы жабық тәпішкенің иран жіппен көрсеткендей, дәл сондай техника, еш қиындығы жоқ. Бұған енді тоқыған кезде мойыншақпен де арасында әдемілеп тоқуға болады. Енді әркімнің өзінің фантазиясына байланысты үстіне бантик тоқып қойсаңыздар да болады. Сәндік мақсатта. Негізінде ең бірінші жібек жіптен көрі иран жіппен тоқып үйреніп қол жаттықтырып алған дұрыс. Мына жібек жібі өте формасын жақсы ұстайды. Сондықтан бір қабаттап тоқып жатырмын. Екі қабаттасаңыздар да ол әдемі болып шығады. Тек бұл жерде мына жерде мынаны тартып жібермесеңіздер болды қатты. Егер де мына жерде келетін жіпті қатты тартып жіберіп жатсаңыздар, онда тәпішкеңіз осылай тартылып та қалады. Ал енді соңына келген кезде ары қарай түсіндіретін боламын.
Мінекей қыздар, мен тоқып болдым. Узорды маған аса қатты осындай басы ашық түрі, осындай қатты жабық керек емес. Сондықтан мен осы жерден тоқтадым да ары қарай шетін иректеп әдемілеп тоқитын болам. Қазір оны көрсетем қалай екенін. Күртшектің 1/2 деген размерімен әрбір петлядан қазір іліп алайын осы жерден. Мына жерін теңестіруді ұмытпаймыз. Мен бұны үйге өзім киюге арналғаннан кейін аса қатты заказ болмағандықтан жай өзіме үйге киюге ұнайтын түрін тоқып жатырмын. Бірлет іліп алдым. Накид жасаймыз. Әрбір осы әрбір тесіктен өткізіп, мына жердегі қалып кеткен жіпті ұмытпаймыз осы жерге теңестіріп, әрдайым осы күртшектің үстінде тұру керек. Сосын бұлай өткіземіз де столбик с одним накидом жасаймыз. Әрбір петлядан өткізіп отырып, шетін гүл сияқты ғып тоқимыз. Неге осындай тоқисыздар шетін. Қазір мен соңына дейін тоқып шығайын, сосын көрсетем қалай аяқталғанда қандай болатынын. Қазір мен бір рет көрсетіп жіберейін. Негізі тоқылу техникасында ешқандай қиындық жоқ, өте оңай тоқылады. Даже бірде-бір күртшек ұстап көрмеген адамға тоқып үйренуге болады. Бірнеше қайтарып ұнамай қалған жағдайда сөгіп қайта тоқысаңыздар ерінбей өте әдемі, қолда үйренеді жаттығып, өте әдемі болып шығады. Қазір мына соңына дейін тоқиын, сосын ары қарай тағы да көрсететін боламын. Мінекей мен тоқылу техникасын көрсетіп жатырмын сіздерге. Бұл мына узордан кейінгі жабылу техникасы. Қалай узордан кейін жабу өте оңай. Тағы да бір қайтара айналып шығуға болады. Не болмаса осының жанынан тағы да бір гүл сияқты қылдырып жабуға болатынын көрсетейін. Қазір мынаны осы жерден түйіп,
осы жерден түйіп қайтадан жібімізді осылай аламыз. Мына жерден тағы бір іліп аламыз. Тағы бір іліп алайық. Бұл жерде енді осындай ирек-ирек тоқимыз қазір. Әрбір петлядан өткізіп, әрбір петлядан осылай өткізіп, ешқандай накидсіз осылай тоқимыз. Тағы да сәлем қыздар, бүгін сіздерге менің өзімнің ескі домашний тәпішкемнің үстін жабық түрі болған еді менде. Мен енді оны басы ашық түрінде мынадай жібек жіппен тоқуды ұйғардым. Алдында менде мында иран жібінен тоқылған болған жабық түрі. Оны мен алып қиып алып тастадым да, орнына мынадай түспен тоқиын деп тұрмын. Бізге қажет қазір. Біз айтқанымдай алдында басы жабық түрінде айтып өткен болатынмын. Оң жағынан бастаймыз. Оң жағынан жіпті өткізіп аламыз. Бұл жібек жібі жіңішке болғандықтан осындай. Бұған мен осындай 2/5 деген, бір жағы 1/2 мм, бір жағы 2/5 деген күрчекті алдым. Осылай өткізіп аламыз бір рет. Бір рет тоқып аламыз. Екінші ретте дәл сол жерден тоқимыз. Мына жіпті осылай үстінде қалдырып отырамыз. Бұл бізге арасына тоқып жіберуіміз керек. Біз бұны қалдырып қалмауымыз керек. Жеке осылай арасында тоқып кетіп отыру керек. Мына күршектің үстінде қалып, әрдайым осылай тоқып кетіп қалу керек арасына. Жібек жібі осындай жіңішке болғандықтан бұны мынандай петляларын үлкен болғандықтан арасына кейбір жеріне совсем үлкен болып жатса, кішкене 3 петлядан тоқуға болады, болмаса 2 петлядан тоқи беріңіздер.
Сабағымда иран жіптен көрсеткен болатынмын. Бір басы жабық түрін тәпішкен, енді басы ашық түрін осы жібек жіппен көрсеткелі отырмын. Осылай жібек жіппен толық барлық жағын тәпішкен айналдырып шығамыз. Бұның айырмашылығы жоқ, ешқандай басы жабық түрі секілді, тек қана басы ашық қылып тоқитын боламыз. Бұның айырмашылығы басы ашық түрінде тоқитын жерінде ғана айырмашылық, басқа жерінде айырмашылығы жоқ. Барлығы осы техника бойынша жабық түрі де, ашық түрі де дәл сондай техникамен, дәл сондай узормен тоқылады. Тек қана басы ашық түрінде мына жерде ерекшелігі болады. Оны қазір сабақтың барысында көрсететін болам. Қазір мен мынаны былай толығымен айналып шығайын, сосын ары қарай жалғастырамыз. Мінекей мен мына жерге дейін тоқып келдім. Міне айтқанымдай полностью жауып шықтым. Ары қарай қазір подъем тоқитын боламыз. Подъемді бірінші видеода көрсеткендегідей басы жабық тәпішкеде көрсеткен болатынмын. Бір іліп аламыз. Сосын әрбір петлядан накидпен, бір накидпен тоқимыз. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Мен бұл тәпішкені алдында иран жіппен тоқыған болатынмын. Мына жердегі ескі жіптерін сөгіп алдым да, сөккен жоқпын, былай қиып, қайшымен қиып, тек қана мына қызыл шетіндегі жіптерін қиып алмасаңыздар болды. Заводской жібіне тиіспейсіздер, тек өздеріңіз тоқыған жіптен қиып, сосын ары қарай осылай басқа жіппен тоқып алсаңыздар болады. Басқа узормен тоқып, әдемілеп тоқып алсаңыздар болады. Әртүрлі өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты істеп жасап ала бересіздер. Мына жерде былай іліп алдым ғой, одан кейін мына жерде петляны былай бір ғана жалғыз петляны былай іліп алмайсыздар. Екі петляны бірге аламыз. Екі петляны бірге алып, басында қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ оңай тоқылуы. Мінекей осылай подъем шығарамыз. Подъемді осылай шығарамыз. Міне іліп аламыз. Тағы да жалғыз жіп келмейміз. Осылай екі жіптен өткіземіз. Осылай
екі жіпке өткіземіз де накидпен тоқимыз. Бір накидпен столбик с одним накидом деп осылай тоқимыз. Өзімізге қажетті мөлшерге дейін тоқимыз. Мына жерге дейін болса, мысалы, сосын мына жерге дейін болса, подъем. Содан кейін қазір мына жерге дейін тоқып келеміз. Өздеріңізге қандай мөлшерде керек, соған байланысты мына жерге дейін тоқып келеміз де, содан кейін ары қарай тоқылу жолын көрсетемін. Мінекей, мен өзіме қажетті мөлшерде тоқыдым. Осындай подъем жасадым. Енді ары қарай тәпішкені айналдырамыз да, артқа қарай тоқимыз. Бір іліп аламыз. Бір іліп алып, әрбір петлядан өткізіп, жай ғана накидсіз тоқимыз. Бұл менің үйге киетін тәпішкем. Өте сапалы екен. Өзім киіп көргеннен кейін осындай тәпішкені қайта өзгертіп, қайта өңдеп тоқып алуға болатынын сіздерге көрсетіп жатырмын. Алдында айтып өткенімде, алдында бұл иран жіптен тоқылған басы жабық тәпішке болатын. Соны мен басы ашыққа жібек жіппен тоқып көрсетіп жатырмын сіздерге. Осылай аяғына дейін, мына жерге дейін тоқып шығамыз да, қайтадан айналдырып, қайтадан басына дейін тоқимыз. Мінекей, мен осылай тоқып алдым подъемды. Енді жіпті түйіп тастаймыз. Осы жерден түйіп, қиып тастаймыз да, қайтадан мына жағынан осындай подъем тоқып аламыз. Осындай подъем тоқыған кезде, тоқып болғаннан кейін, мына жерден қайтадан бастап, мына жерге цепочка жасаймыз да, үстін шығаратын боламыз. Мына жібек жібі осындай өзі скользящий, осындай тез байланып қалатын жіп өзі осындай. Бұны түйгеннен кейін кішкене ұзындау қиып алу керек те, сосын қалғанын тоқып жіберу керек. Осылай қиып алам да. Мына жіппен теңестіріп алып, былай. Егер де теңестіру қиын болып жатса, мына жерден мына жолмен былай санауға болады. Мына ішіндегі жолмен осылай санап, примерно осы жерден бастаймын деп. Мінекей, осылай теңестіріп алуға болады. Бұл жіпті қиғаннан кейін мына жерін күйдіру маңызды, өйткені бұл сетінеп сөгіліп кететін жіп. Күйдірмесеңіздер, бұлай негізінде жақсы мықты жіп, осындай қатты мықты жіп. Ары қарай бағанағындай өткізіп аламыз. Жіпті өткізіп аламыз. Осындай ұзындау қылып аламыз да. Мына кішкентай қысқа жіпті осы қатарға тоқып жібереміз.
Қазір бірінші петляны жасап аламыз. Бір іліп аламыз, накид жасаймыз. Әрі қарай тоқимыз. Тура әр жағын қалай тоқыдық, дәл солай бұл жағында шығаруымыз керек. Тоқылу техникасы дәл сол басы жабық тәпішкенің техникасындай, ешқандай өзгерісі жоқ. Әрі қарай қалай тоқылуын көрсетпей-ақ қойайын. Мына жағын тоқып көрсеттім ғой. Дәл осындай болып шыққан кезде мына жерде ортасын қалай тоқу керек екенін, үстін жабу жағын көрсететін болам. Сол жерге дейін кездескенше.